Ересектер мен 14 жасқа толған балаларға арналған. Данный фильм предназначен для просмотра взрослым и детям, достигшим 4 лет. Сені оқуға мен жеткізіп тастайын. Жақсы. Келіңдер, отырыңдар. Тарық, газет алып таста. Олым, мен саған тамақты бөлек тәрелкеге салдым. Ортақ табақтан жегенді ұнатпаушы едің ғой? Жақсы, ештеңені ұмытпапсың, апа. Ол қыз өкініштен өртеніп жүрген шығар. Аллахи бас айтам. Таң атпастан оның атын аузың алып, көңіргемізді қашырма. Алла бізді одан қорғап қалды. Дұрыс айтасыз, апа. Бұл байларға да оғақ. Не деген тұрақсыз, осылай өмір сүруге бола ма? Бәрі бақытты болсын. Олардың отбасы жайында сөз еткілерін келіп отыр ма? О не дегенің, Хусейн? Бізден аулақ жүрсін. Негізінде мен... Иншалла, ұлым олармен енді қайтып кездеспесін. Жолдар тоғыспасын. Амин, амин, амин. Әркім өз өмірін сүрсін. Қане, бұл әңгімені тоқтатайық та жақсылап таңғасымызды шейік. Ұлым, суып қалмай тұрғанда тамағыңды іш. Жақсылап тойып ал. Жақсы, апа, қазір. Телефонына да тыным жоқ. Кәсіпкер болсаң осы ғой, солай ма? Тыңдап тұрмын. Кемал мырза, қайырлы таң. Күндік бағдарламамызға өзгерістер еніп еді, хабарлайын деп ем. Эмир мырза сізбен кешке жолыққысы келеді. Солай ма? Иә, клубта. Сағат 5-те. Басқа жерге барсақ болмай ма? Білмеймін, ол жерде өзін жайсыз сезінем. Неге? Озанға ол жер қатты ұнайды. Сол жерде кездескісі келеді. Жақсы, 5-те сонда болам. Рахмет, Кемал мырза. Демек, Зоңғылдақта Хаккала жаның кен орнында инженер болып жұмыс істеген. Дәл солай. Өткені жайында басқа ештеңе білмеймін. Шахтада орын алған төтенше жағдайдан кейін Хаккала жаның серіктесі болған мырза қазір барлық істерін басқарады. 5 жыл бойы инженер болып жұмыс істеген. Ісін жаңа бастаған кәсіпкер. Ал сенің соғанда шаман келмеді ме? Ұялсаң етті туфан. Ол жайында мардымды ақпаратты жоқ, ешкімге белгісіз қанып келген біреу. 5-ке дейін уақытымыз көп. Жиналыс өткізіп үлгереміз. Иә, рахмет. Қараңдар, тура бастықтар ұқсап сөйлейді. Онсыз да бастық қой, басқа қалай сөйлесін? Мен әңгіме қылу доғарыңдар, тамағымды ішкізіңдер. Ше ғой, балам, ше ғой. Олым, Алла саған разы болсын. Сенің арқаңда өз үйіміз пайда болды. Сенің қолың тиген жердің бәрі алтынға айналады, алтыным. Құдай сақтасын, Фехиме ханым. Расымен де сенің қолың тиген жердің бәрі алтынға айналады, інім. Бұрын біз лашықта тұрып едік, ал қазір зәулім сарайда тұрып жатырмыз. Құдай қаласа жеке жайға да көшесіңдер. Апама бұдан да үлкенірек үй қарастыр деп айтқан болатынмын. Бұдан үлкен үйдің керегі қанша, олым? Бұл үй біз үшін зәулім сараймен тең. Жылдар бойы жалға тұрып келген үйіміз, мінекей енді өзіміздікі болды. Өз үйім өлең төсегім деп тату тәтті тұрып жатырмыз. Бәрі сенің арқаң. О не дегеніңіз, әке? Рас қой, Алланың саған берер көп болсын. Әмин. Әмин. Балам, тағы да жесеңші. Жеп отырмын, апа. Бірден кері қайтпайтын шығарсың. Иә, бір-екі шаруамды бітірем де бірден қайтам. Келгенің кеше ғой. Бәйбіше, ұлыңа маза берсеңші. Таң атқалы бері қашан кетесің деп алқымынан алдың. Құдай үшін, Хусейн, қашан олай дедім? Иә, жеке өміріңде не жаңалық бар? Айналаңда сұлу қыздар көп пе? Әрине, жердің асты тола сұлу қыз екен ғой. Біреу бар еді ғой. Хаққы мырзаның немере қарындасы туралы айтып едіңдер ғой. Иә, екеуің бірге жұмыс істейді емессіңдер ме? Фехиме ханым, бірден ескертіп қояйын, бұл әңгімеден ештеңе шықпайды. Асу менің досым. Оған тек досым деп қараудың қажеті жоқ. Бірақ досым ғой. Апам қиялында сендердің балаларыңды тербетіп жүргел қашан, той әлде қашан өтіп кетті ғой. Әзірге үйленетін ойым жоқ. Біліп қойыңдар. Неге үйленбейсің? Аузын бір күйді деп бойдақ болып өтесің бе? Фехиме. Ұлым, бері қара. Қыздардың бәрі ол сияқты емес, Қытайдың шолжаң өтірікші қызы. Оны ұмытатын уақытың болды ғой. Әлде қашан ұмыттым, апа. Ұмытқан жоқсың. Ұмыттым. Ұмытқан жоқсың. Ендеше үйленетін ойым жоқ дегенің не? Олай болмайды.
Фекиме жетер енді. Біресе анау деп, біресе мынау деп. Балаға тыныштық бер. Осыдан кейін неге тез кетіп қалады деп сұрайсың. Мазасын алғаннан кейін бала үйінде қалғысы келе ме? Құдай үшін басын қатыра берме. Сен апаңа мән берме. Ол да не айтып не қойғанын білмейді. Бәрі дұрыс, алаң болмаңыз. Қане тамағыңды іш, арып жүдеп кетіпсің. Алуадан да жей ғой. Емерге мерейтойымызды оңаша Парижде өткізейік деп ұсыныс жасағам, бірақ ол мені тыңдамады. Мұндай мерекені бүкіл отбасы болып тойлағанымыз абзал, сүйіктім. Биылғы мерейтойымыз ерекше болғалы тұр. Балалы боламыз деп шешім қабылдадыңдар ма? Мұндай шешімді сіздермен ақылдаспай қабылдар ма едік? Дегенмен мен Ниханды ғажайып ана болатынына сендірген сияқтымын. Нихан, әлде аяғың ауыр ма? Жоқ, апа. Әзірге Эмер екеуміз бір-бірімізге жеткіліктіміз. Бәрің бірге тұрып жатқандарыңа қарағанда жетпейтін болып тұрсыңдар. Дұрыс айтасыз, әке. Біздің оңаша отауымыз жоқ, бірақ мен оған еш қымсынбаймын. Нихан бұл үйді қатты жақсы көреді. Баланың үлкен отбасында дүниеге келгені керемет қой. Нихан, алғашқы сәбиіміз егіз болса ше? Бері қара, аяғың ауыр болды менен жасырып жүрсең? Апа, мен жүктемеспін. Менің күтекте шыдамым таусылды, кішкентай ханым. Апаңның айтпағы осы шығар. Осыне Эмерге мұны ең байлықты мұраға қалдыратын ол керек. Екі ұлы болса, тіптен жақсы. А? Озан, не болды? Не ойланып отырсың? Сендерге не сыйласам екен деп отырмын. Екеуіңе өмірім үшін қарыздармын. Не сыйласам да аздық етер. Шын мәнде, біз сенің алдыңда қарыздармыз. Сенің арқаңда үйленіп, бақытты тұрып жатырмыз. Озан, бүгін біраз рөлге отырсақ қайтеді. Жарысып көрейік, жүр кеттік. Көптен бері жарыс алаңына барған жоқпыз. Кеттік. Озан байқа, бұл ишара болуы мүмкін. Эмер сенен тағы бір спорттық көлік күтіп алып жүрмесін. Бұл жол олай болмас, иншалла. Жарайды. Мен шеберханаға кеттім. Сіздің де жұмыстарыңыз бар шығар. Дұрыс айтасың, қызым. Галип, 5 минут уақытың бар ма? Сөйлесейін деп едім. Жақсы. Өтінген рөлге отырма, жарысқа қатыспай-ақ қой. Қойыңызшы апа, ол арнайы жасақталған алаңқай. Бәрі бақылауда болады. Мен жанында боламын, ештеңеден қорықпаңыз. Жолың болсын. Сенің де. Тыныштық па, Өндер? Саған осының бәрі ұнайды ғой, солай ма? Әлбетте. Саған бұдан артық не керек? Балаларымыз бақытты, өзіміз аман есенбіз. Балаларымыз бақытты деген сөзіңе өзің сенесің бе? Өсек аяңға назар аударма. Бұл даужанжал іздеп жүрген тілсімақтардың ісі. Эмер Ниханды ренжітіп жүр, Галип. Мен көріп жүрмін. Біресе ана қызбен, біресе мына қызбен ұсталып қалады. Еркек үйден 40 адам шықса бойда, ең бастысы отбасына оралса болды емес пе? Сонда қалай? Менің ұлым ешкімнің айтақтағанмен жүрмейді, Өндер. Керісінше ел оның айтқанын тыңдайды. Ел деген кім? Сендер, барлық адам. Олардың арасына түсудің қажеті жоқ. Күйеу балаңның сөзін сөйле. Өйткені сендер қолдарыңда не болса бәріне, тіпті мына үй ішінде оған қарыздарсыңдар. Сыйлағанды біліңдер. Мәссаған. Әке олыңыз нағыз бастық болыпты. Тыныш, ят емес пе? Вау! Мынау енді біздікі ме? Иә, біздікі, саған арнап сатып алдық. Бұл Кемальдің көлігі, Кемальдің. Қайырлы таң, мырза. Оған мырза деді. Сенің мырза деп атады. Месут, мен саған көшенің басына кел деген жоқпын ба? Неге мұнда келдің? Кешірім өтінем, мен үйге қарай кел деп естідім. Жарайды, ештеңе етпес. Жақсы отырыңдар, мен жеткізіп салайын. Сен қайда кеттің, Тарық?
Біз не оның жұмыс көлігімен барамыз ба? Енді олай болмайды олым. Адамдар бізді даңдайсып кетті деп ойлап қалады. Оның қажеті жоқ, кеттік. Құдай жар болсын олым. Сәттілік серігің болсын. Рахмет, әке. Аға. Сәттілік. Көмектесем, ә? Мұнау не тағы? Сондай әдемі. Шіркін ол сенікі болса ғой. Сема ма? Иә. Месут, тоқта. Салих. Бауырым? Кемал? Бауырым? Достым? Амансың ба? Аманмын, шынымен келген екенсің ғой. Келген бойда хабарласатын шығар десем. Досым, тоқта, келгенім жаңа ғана, яғни түнде келдім. Сен оны қайдан білдің? Мен сездім, жүрегім сезді. Сенің оралатыныңды білдім. Туған өлкеге қайта оралуыңмен. Жоқ, досым. Қалайша жоқ? Мұнда жұмыстарым бар еді, солар үшін ғана келді. Кері қайтам. Қателескен екенмін ғой. Болды енді, қапаланбаш. Неге тұнжырақ балың? Асықпай әңгімелесетін уақыт әлде болады. Жұмыстарым біткен соң саған соғам. Осыдан соқпай көр. Сенің арқаңда шаруашылығымды реттеп алдым. Кел, бауырыңның қалай жұмыс басты болғанын өз көзіңмен көр. Міндетті түрде. Зейнепті сабаққа жеткізіп салайын, жұмыстарын бітірейін, сосын келем, жарай ма? Сол кезде отырып әңгімелесеміз, күтемін. Жақсы. Көп замай сенде Нихан әпке сияқты жеке жайда тұратын боласың. Аға, Оқып отырмын, Зейнеп. сұрайын дегенім, кешеде жинасқа қатысты ма? Үйге түннің ортасында келдің. Апамнан айнымайсың. Әлде бір жаққа бардың ба? Оны неге сұрап отырсың? Жай. Кеше кешкісін маған Нихан әпке қоңырау шалды. Құдай аға, өзім хабарласпадым. Саған қоңырау шалуға қандай хақы бар? Әлі күнге араласасыңдар ма? Жоқ, араласпаймыз, Құдай аға. Кеше түнде ойламаған жерден қоңырау шалды. Сенің келген келмегеніңді сұрады. Мен жоқ дедім. Иә, не үшін хабарласты деп сұрамайсың ба? Не дегенін білгің келмей ме? Сұрамаймын, Зейнеп. Бірақ менің бір өтінішім бар. Менің мұнда келген доған айтпа. Келістік қой. Осы жерден тоқтай аласыз ба? Мен түсіп қалайын. Зейнеп. Нихан менің келгенімді білмесін. Уәде бер. Жарайды аға, уәде. Көріскенше. Görüşürüz abicim. Көп күтіп қалдың ба? Жоқ, мен жаңа ғана келдім. Кел, отыр.
Түскен сайын маған есік ашудың керек жоқ. Өзімде қолым бар. Бұл менің міндетім ғой, мырза. Жарайды. Қазір екеуміз менің ең сүйікті жеріме барамыз. Клубқа. Бірінші маусымның үздік тойы. Салт дәстүрді ұстанып, сәукелесін киген қалыңдықтар. Қазақи нақыштағы тойлардың көрінісі. Суреттер дайын болған уақытты маған алып кел, бір досыма көрсетейін. Сонда менің суреттерімді агенттік директорының өзіне апарып көрсетесің бе? Бақытымыздың көзден бұлбұлдай шыққан шынымен қалайсың ба? Жақсы болар еді. Бірден көзге түсем ғой. Не болды? Жоқ, ештеңе. Я, не істейтін болдық? Білмеймін. Өзің біл. Сені қатты сағындым, Нихан әпке, қатты. Бірақ сен маған мүлде көңілмейсің. Айда жылда бір хабарласасың. Сол үшін сирек кездесеміз. Кеше қоңырау шалмағанда бүгінде кездеспеген болар ек. Сенімен кездессем, қалай қиналатынымды білесің ғой. Сен менің өткенімді еске түсіресің. Жарайды. Әжетханаға барып келейін. Одан соң не істеуге болатынын ақылдасамыз. Жарай ма? Жақсы, мен кассаға барайын. Әуре болмаңыз, Нихан ханым, өзім келдім. Рахмет. Алло. Зейнеп. Алло. Зейнеп. Зейнеп. Месут, екелер жаққа бұрылма, тура жүр. Зейнеп. Алло. Ештеңе естілмейді. Мен дайынмын. Алло? Енді естілді. Не істеп жүрсің? Жиналыстан кейін алып кетейін бе? Сабағың нешеде бітеді? Жоқ аға, өзім барамын. Кешір, қазір телефонмен сөйлесе алмаймын. Сабақта отыр едім. Жақсы, жарайды, сау бол. Үйде көріскенше. Не бүлдірдің, Нихан әпке? Мырза, кешіріңіз, сізді ішке кіргізе алмаймын. Нихан есіміңізді тізімнен алып тастады. Сәлеметсіз бе, мырза? Сәлеметсіз бе? Үстелге тапсырыс беріп едіңіз? Кемал Сойдары. Эмир Козжуоглуның қонағымын. Мархабат, төрге өтіңіз. Мырза, өтінем. Эмир мырза келмеген бе? Ол әлі келген жоқ. Не ішкіңіз келеді? Рахмет, ештеңе алмаймын.
уақытыңыз келді, мырза. Жақ. Келіп пе? Иә. Өзі өте құпты екен. Нихан әпке, Құдай ақы өтірік айтқан жоқпын. Сенімен сөйлескен уақытта ағамның келгенін білген жоқпын. Оның үйде екенін таңертең ғана білдік. Жақсы, менің қоңырау шалып ол туралы сұрағанымды айттың ба? Жоқ. Айтқансың. Нихан әпке, Құдай ақы, рас айтам. Оған ештеңе айтқан жоқпын. Айтсам, ағам бұлқан-талқан болар еді. Рас айтам, ант етейін. Жарайды, жаным. Кейін тағы кездесерміз, ренжіме. Нихан әпке. Қош келдіңіз, Эмир мырза. Эмир мырза келді. Солай ма? Кемал мырза. Не болды? Шарабым қайда? Мырза ішетін шарап таусылып қалыпты, ертең міндетті түрде алдырамыз. Яғни сіз маған ендігері мұнда келмесең болады деп тұрсыз ғой. Оны дегеніңіз, мырза, олай деуге хақым бар ма? Ғафу өтінем, шарап бар шығар деп ойладық. Ал, айта отырыңыз. Шалғай ауылдарда өмір қалай? Ол жақтың өмір жайында білгім келеді. Тек қысқартып айтыңыз. Ауылдардың өмірін екі ауыз сөзге сыйғызу мүмкін емес. Егжей-тегжейлі білуге тиіссіз. Солай ма? Алыстан бақылап, ондағы өмірдің мән жайына толық қанық алмассыз. Ал қысқаша айтқанымды қаласаңыз. Онда сіз сияқтылар емес, қарапайым халық тұрады. Шалғай ауылда уақыт басты құндылық. Бәрі өз уақытымен жүреді. Берілген уақытта үлгеріп қалуын керек. Бірақ байқаймын, сізде ондай түсінік жоқ сыңайлы. Мен сізбен кездесу үшін алтын уақытымды бөліп келдім. Алайда сіз кешіккеніңізбен қоймай, мені күттіріп қойдыңыз. Түндірді кезіккенше. Тағы да келіңіз, мырза. Нихан ханым. Нихан ханым. Газеттегі жаңалықтарды оқып ашуланған жоқсыз ба? Оның бәрі жалған өтірік. Өтінем. Оған бұла көңіліңізді түсірмеңіз. Мен ештеңе естіген де, көрген де жоқпын. Сіз алаң болмаңыз. Мұна өзің кіммін деп жүр? Сен кімсің? Ақымақ. Алло? Жаңа ғана күтпеген жағымсыз оқиға орын алды. Ниханды жолықтырып қалдым. Яғни Ниханды. Иә? Ол маған тарпа бас салып аузына келгенді айтты. Рас па? Рас болғанда қандай, Эмир? Жүйкем сыр берді. Шынымен аузына келгенді айтты ма? Мен оған бәрі жалған деп айттым, бірақ ол Айшайға қарамастан айқайға басты. Бақырды, шақырды, сол сәтінде көрсең оны танымас едің. Құдай үшін бұл мәселені көп ұзатпай шеш. Ажырасайын деп жүрсеңдер, тезірек ажырасыңдар. Мен мұндайға енді төзе алмаймын. Бір жағынан журналистер, бір жағынан сенің әйелің. Ол мені шынымен қызғанған ғой. Ашудан қол аяғым дірілдеп келеді. Олай болса, сен де мерейтойға қатысуға тиіссің. 5 жылдық мерейтойларыңды айтасың ба? Иә. Оған ең жақындарымызды ғана шақырғанбыз. Сен де мен үшін жақын адамсың.
есің дұрыс емес. Нихан мені қызғана бастаған екен. Тыңдап тұрмын. Алло, Зейнеп, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, жақсы. Мен сені дәмханаға алып барам деп уәде беріп едім ғой, есіңде ме? Бүгін бара алмайтын болдық. Ағаң келем деді. Мен әзірленіп жатырмын. Келіңіз. Ештеңе етпейді. Мен онда бардым. Кіммен барып жүрсің? Қайда бардың? Университеттегі құрбыларыммен бірге бардым. Жарай тұтқаны қоям. Сабаққа бара жатырмын. Жанымда адам көп. Сау бол. Дайынсыз ба? Дайынмын. Иә, Ясмин. Қайдасың, қымбаттым? Бүгін шеберханаға келесің бе? Келе жатырмын. Неге даусың біртүрлі? Тыныштық па? Кемал келіпті. Қай Кемал? Сонымен? Оның даусын ести салсымен ішім алай-дүлей болды. Жүрегім құдды шыныдан жасалғандай. Қайта бастамаш, Нихан. Олай демеш. Бірақ бұл рас. Ол жаныңды азаптауға тұрмайды. Одан да жауап берме. Өзіңді қолға алшы, жаным. Өткен-өткенде қалсын. Ол кезде сен дұрыс шешім қабылдадың. Сен Емирді газеттен көрдің. Сондықтан өзіңе жұбаныш іздеп жүрсің. Сені білем ғой. Қарай көр, оралатын сәтті тауып тау. Нихан, тыңда, сені есі сүйетін күйеуің бар. Сен мұны жақсы білесің. Бұл баршаға белгілі. Егер Емир бұл туралы біліп қойса, оны тауып алады. Кемаліңді тауып өлтіріп тастауы мүмкін. Емир Кемал жайында білмейді ғой, солай ма? Абай бол, Нихан. Құдай үшін абай болшы. Қане, есіңді жи. Кемалды ұмыт. Естідің бе? Құдай үшін ұмыт. Бақ, шіркін. Мырзамызға қараңдар. Керемет. Қойшы енді, әйтпесе келгеніме өкінем. Еріккеннен бұлай киініп алған жоқпын ғой. Іскерлік кездесуім бол. Осылай киінуге мәжбүрмін. Әзілдеп тұрмын ғой, достым. Алла. Сен одан да мұнан айтшы. Ақыры бастық болған екенсің. Жұмыс орныңды осы жаққа көшіріп алсаң қайтеді? Бәрінің өз уақыты бар. Ол жақта қыздар жоқ па? Сенің тойыңда қашан ән саламыз? Жоқ, досым. Алдымен сен үйлен. Иә, айт отыр. Әлі ешкімді тапқан жоқсың ба? Ол жайында сенімен сөйлесейін деп жүр едім. Шынымен қызың бар ма? Телефонмен күнде сөйлесеміз ғой. Неге сол кезде айтпағансың? Телефонмен айтатын әңгіме емес. Сенмен көзбе-көз сөйлескім келді. Еникөйден бе? Біздің ауданнан ғой, мен оны танимын ба? Ей, саған айтам, неге терлеп кеттің? Басынан бастап айтып бер, қане. Негізі, онда тұрған ештеңе жоқ қой, тек аздап... Не? Аздап қобалжып отырмын. Иә? Не болды? Шай, мен саған шай әкелейін. Досым.
Нихан, не болды? Есігіңді де жаппапсың. Серуендеуге шыққам. Көрөлге Армысыздар? Сәлем, хош келдіңдер. Эмир, саған қанша рет алғыс айтсам да аздық ететін шығар. Сонша жұмыстың ортасында жүрегіңді де ұмытпапсың. Жеткізіп қойдыма қуаныштымын. Мен сұрағанда бірнеше ай уақыт алады деп еді, бірақ Эмир көз жоғының бір қоңырауы бар мәселен шешет. Әлбетте. Ал, мұнаға не дейсің? Екеуміз екі рет жарыс жолынан шықтық, екеуінде де Эмирді ұтып кеттім. Пах, тарихи сәт қой. Әрине. Озан бүгін сондай бақытты. Көп рахмет саған. Менің ең басты міндетім сіздерді бақыт ету, қымбатты қайненем. 5 жылдық мерейтойымыздан кейін мен де бақытқа кенелем. Солай емес пе, келіншегім? Қош келдің, аға. Мені қашан келеді деп күтіп тұрсың ба? Әлде құрбың хабар берді ме? Қай құрбым? Нихан, көз жоғла. Құдай ақы, аға, мен оған ештең айтқан жоқпын. Сенің келгеніңді тісімнен шығарған жоқпын. Рас айтам, бүгін ол екеуміз кездескенбіз. Яғни, Нихан әпке екеуміз ойда жоқта ұшырасып қалдық, күтпеген жерден. Мен әжетханаға шығып кеткен уақытта сен қоңырау шалыпсың. Ол тұтқаны көтеріп, бәрін түсініп қойған. Қалай аңғарып қойғанын да білмеймін. Сенің әңгімеңнен түсінген шығар. Бірақ сенің осында екеніңді біледі. Өз басым ештең айтқан жоқпын, аға. Оны мен араласатыныңды үйдегілерден тағы кім біледі? Ешкім? Аға, жалынам. Апамның құлағына жетсе мені өлтіреді. Апамды білесің ғой. Аға, ант етейін, сөз берем. Бұдан бұлай. Онымен кездеспеймін. Онымен енді араласпаймын. Шын айтам. Шаштарыңа не болған? Ештеңе. Үйде отырып биралағанмын. Бираладым. Рас па? Кемал, сен бе келген? Аға, айтпайсың ғой, я? Айтпайсың ғой. Аға. Кабинетінде жұмыс істеймін. Төменге түспеймін деді. Сізге хабар берейін деп келдім. Жақсы, мен де біраз жұмыс істейін. Кешкі асты осында келейін бе? Жоқ, қарным аш емес. Жарайды, қайырлы түн.
не үшін келдің? Сағындым. Онда неге қашып кеттің? Қорқып кеткендіктен бе? Жаныма келсең, ашуланатынымды білдің ғой. Ал мен сені сағынбаған болсам ше. Есімді ұмытқан болсам қайтесің? Махаббат өшкен болса ше. Тек өшпенділік қалған болса ше. Ал мен сені әлі күнге естісіз сүйем. Шіркін, шындықты айтуға жүрегім дауаласа ғой. Шіркін. Нихан, Кемаль. Нихан, Келе жатырым. енді ес құлыптап алатын әдет шығардың ба? Әдей емес. Не боп жатыр? Ештеңе, Вилдан ханым. Бара беріңіздер. Нихан, қызым, жақсысың ба? Бәрі дұрыс. Жұмыс істеп отырып ұйықтап кетіппін. Эмир әдетінше бай балам салды. Кешірім өтінем. Бұдан бұлай есті құлыптап алушы болма. Қорықпа, саған бола тамырымды кесіп өлейін деп жүрген жоқпын. Жарайды ендеше. Маған сәттілік тілеңіздер. Сәттілік. Тендерді сенің ұтатыныңа сенімдімін.
Таңертеңнен бері сен қашан батпырауқты байқайды деп күтіп жүрмін. Қоңырау шалып айтпадың ба? Онда ешқандай қызы қалмайды ғой. Ал, енді сен көр. Мен бұрын соңды ұшырып көрген емес. Алдымен босат, сосын өзіңе қарай тарт. Жақсы. Бір рет желге қолың соссаң, ол сен түсіндім деген ишара білдіреді. Содан кейін ол сен оны ешқашан ұмытпайсың. Құлады. Қап. Құлады. Тарт. Тағы тарт. Қолымнан келмейді. Тарт, құлады ғой. Менің қатысым жоқ. Қане, кел, көмектесейін. Айналдыра берейін бе? Иә, тағы біраз. Тағы айналдырайын ба? Иә. Қане, міне бұлай. Құлады, тоқта, тарт. Не деген ақымақсың, Нихан? Ақымақсың. Не ойлап едің? Келе ғой. Кел. Қайда қашып барасың? Нихан? Тағы не жау шапты? Кел. Тоқта. Менің үйіме көз жасымен кіруге болмайды. Ұмыттың ба? Кемал келіпті. Кеше түнде көрдім. Содан ханшайымның мазасы қашты. Сол түні мені құтқарып қалғанда ол екеніне сенімдімін. Батпырауқты көрдім де, маған белгі берген Кемал шығар деп ойлап қалдым. Жынданған адамдай жан жағымнан оны іздеймін де жүрем. Ол маған қандай да бір ишара білдірер, белгі берер деп қиял қуып жүрмін. Қайдан білесің? Мүмкін белгі берген шынымен Кемал шығар. Жоқ, білгендіктен емес, жай солай шығар деп айтқаным ғой. Саудаға қош келдіңіздер. Бандырма облысының Хендекли жылу электр станциясының лицензияланған тендерін ашық деп жариялаймыз. Ұсыныстарыңыз жазылған хат қалталарды ашуды бастайық. Китаж Energy $110 миллион. Болкаш Холдинг $100 миллион. Алабжахан Холдинг
$125 миллион. Және ең соңғы ұсыныс. Коджуогло холдинг $150 миллион. Тынышталыңыздар, өтінем. Ұсынған сомаларыңызды есептей келе, Коджуогло холдинг пен Алжахан холдинг арасында ашық сауда өтетінен хабарлаймыз. Бәс сауда ашық. $175 миллион. $200 миллион. $250 миллион. Лицензияланған тендер осымен тоқтатылды. $250 миллион берген Коджуогло холдинг жеңіске жетті. Құттықтаймыз. Құтты болсын. Кемал, есіңізде болсын. Жеңіс әрдайым менікі. Сізбен жұмыс істегеніме ризамын. Онымен кездесіп қалудан қорқам. Бірақ өзімді одан аулақ ұстай алмаймын. Күндіз-түні көзім құрғамай жылай берем. Жылауды доғар. Одан да Кемалмен кездессем, не айтар едім деп ойлан. Қане, ойланып көрш. Ойлан. Фирмадағы кездесу нешеде? 1 сағаттан кейін. Мен саған нешеде дедім? 4-те, мырза. Хакы мырза. Я жаңа ғана шықтым. Тендерді Коджуоглолар ұтты. Келесі керсуге дайынмын. Біз бақытты болалар едік. Онымен. Бірақ бұйырмады. Ай, Нихан, сенің жасың нешеде? Ойыңды жинақта. Есігетін уақытың болды ғой. Мен не деймін, сен не дейсің? Кешіріңіз. Қане, бұлай деп ойла. Мен Кемалмын, алайт. Кемал, кет бұл жерден, өтінем кет. Кетейін бе? Не үшін? Сен мұнда болсаң, мен бұрынғыдай өмір сүре алмаймын. Маған не дейсің? Қала болса үлкен, атанам осында тұрады. Қашан келетінді, қашан кететінді өзім білем. Сенен сұрауым керек пе? Оның үстіне мен емес, сен ғой қырсауыңнан қалмай жүрген. Кемал, құдай үшін, кетші. Өйткені сен әлі менің мына жерімдесің. Олай болса, неге оның кеткенін қалайсың? Оны әлі күнге сүйетін болсаң. Эмир мырза, сізді күттіріп қойғаным үшін
кешірім өтінеміз. Иә, күттіріп қойдыңыз. Аяқ астынан өзгеріс туды, соны шешу керек болды. Мәселен, код жоғылыға қатысы болса реніш жоқ. Бәрі жоғары деңгейде болсын деп тырыстық. Жаныңызды қинамасаңыз да болатын еді. Біз жаңа әрі өте табысты компаниямен біріктік. Сіздің де жолыңыз болғалы тұр. Жарты сағат бұрын келісім шартқа қол қойдық. Оның үстіне ең соңғы минутта басқарушымыз өзгерді. Сондай-ақ осы сәттен бастап сіздер менімен жұмыс істейсіздер. Нейз Групп. Директорымыз Кемаль Сойдере. Күтпеген кездесу болды, солай ма, Эмир мырза? Кемаль мырза. Сіздер таныссыздар ма? Мен сізге уақыт ең басты құндылық деп айттым. Сондықтан қаласаңыз уақыт жоғалтпай жобаны талқылауға кірісейік. Өйткені, Эмир мырза, сіз тап қазіргі жағдайда уақытқа ғана емес, маған да мұқтажсыз. Кемаль мырза. Эмир Коджоғлы ешқашан ешкімге және ештеңеге мұқтаж болған емес. Мұны сіздің тәжірибесіздігіңіз деп білейін. Сау болыңыз. Эмир, сен өзіне бүлдіргеніңді білесің бе? Әдеттегідей, басқа жұмысымыздай тәрбиесіздерге орнын көрсетумен айналысып жүрмін. Абайлап сөйле, балам. Әйтпесе олардың қатарында мен де барым деп ойлап қаламын. Саған ақыл үйретуге хақым жоқ екенін әлдеқашан түсіндім. Сонымен не үшін келдің? Сені шартқа қол қоймады деп естідім. Бәрін реттеймін деп уәде бердім. Қолыңды қой. Сенің менмендігіңнің кесірінен маңдай тер, табан ақыммен тапқан ақшамнан айырылатын жайым жоқ. Ол адамдармен жұмыс істеуге міндеттісің. Олармен жұмыс істеуге міндетті емеспіз. Қазір Туфан жаңа фирмалардың тізімін алып келеді. Сен мені түсінбеген. Кемаль мырза. Туфан мырза. Сәлеметсіз бе, Кемаль мырза? Сізге мынаны берейін деп күтіп тұрем. Бұл не? Эмир мырза беріп жіберді. Игі ниетінің дәлелі ретінде. Ортақ ісіміз өз жемісін беретініне сенімді екенінде қоса айт деп еді. Ақшамен аузымды жапқыларыңыз келе ме? Істеріңізге араласпасын деп. Қанша адамды дәл осылай сатып алып едіңіздер. Шын мәнінде Эмир мырзасыды ерекше серіктес деп еститін боламыз. Қалай болғанда да.
Эмир мырза, ол хат қалтаны қабыл алып сізге алғыс жолдады. Ақшаны бірден қабыл алды де Тасханзада. Туфан, мен саған бұл дүниеде ақшаға сатылмайтын ештеңе жоқ деп айттым ғой. Қош келдіңіз, мырза. Эмир, сен олар емеспін. Онсыздан екеміз циркке ұқсайды ғой. Бәрі соған сәйкес болсын дегенім ғой. Ашуымды шақырдым. Сен мені шынымен қызғанып жүрсің. Жоқ, шынымен құсқым келеді. Қош келдіңіз, мырза. Қайырлы кеш. Қош келдіңіз. Кемаль мырза. Неткен тосын сый? Сіз келеді деп ойламаған едім. Сіз маған хат қалта жолдапсыз. Жауапты өз аяғымен келіп берейін дедім. Бүгін мерейлі мерекелеріңіз екен. Менің атымнан шағын сыйлықты қабыл алыңыз. Мінекей. Эмир мырза, сіз мені титтейде таңғалдырмадыңыз. Басқалар сияқты мені де ақшаға сатып алам деп ойлағансыз ғой. Сізді білмеймін. Мен үшін бұл бір шапырақ қағаз. Нихан ханым, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Сүйіктім таныс қой, Кемаль Сойдері. Нейз групп компаниясының директоры. Бұдан бұлай бір жоба бойынша жұмыс істейді. Солай ма? Сіздер таныссыздар ма? Иә, жұбайыңызды танимын. Нихан Сезин. Телехикаяны дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Телерадио компания 31